сәлем. Бұл нейро алгебра сабағынан сендерге беретін тақырыбы теңдеулер және теңсіздіктер тақырыбына сендерге бүгін тегін сабақ өткіземіз. Мен сабақты бастайтын болсақ, теңдеулер. Теңдеулердің екі түрі болады. Ол рационал теңдеу және иррационал теңдеу. Енді рационал теңдеу дегеніміз не? Бұл айнымалы x бізде айнымалы x түбір астында болмаса. Түбір астында болмаса. Интернет кішкене дұрыс болмай тұр. Жай нақтылап рационал деген x мысалы бізде түбір астында болмаса, ал рационал дегеніміз ол түбір астында болса. Түбір астында болса. Негізгі екі түрі осы. Енді иррационал теңдеуді қоя тұрайық. Рационал теңдеуді ары қарай қарастырамыз. Рационал теңдеуіміз бізде екіге бөлінеді. Бүтін рационал теңдеу және бөлшек рационал теңдеу. Бөлшек рационал теңдеу. Бүтін рационал теңдеу тағы бізде бөлінеді екен. Бұл төменгі дәрежелі. Төменгі дәрежелі. Жоғары. Төменгі дәрежелі бізде дәрежесі 2 болатын болса, онда оның төменгі дәрежелі. Жоғарғы дәрежелі ол 3, 4 және ары қарай. 3, 4 дәрежелі. Енді төменгі дәрежеліге біз қандай жатқызамыз? Сызықты, дәрежесі 1 болатын болса, онда сызықты дәрежесі 2 болса, оны квадрат. Квадрат. Енді мына сызықты теңдеуді қарастырамыз. Квадраттықта бізде бұл 2-ге бөлінеді өзі. Оңды, оңсыз. Оңды, оңсыз. Толымды деген бізде А, Б, С-ді бағылар бөлге теңеміз. Толымсыз дегеніміз бізде қандай?
не б-мыз нөлге тең болуы мүмкін, немесе с-мыз нөлге тең болуы мүмкін. Осындай түрде болады екен. Түсінікті ме? Қарай. Енді ең бірінші теңдеулерді қалай қарамыз? Содан бастайық. Бірінші түрі ол бізде дәрежесі бірге тең болатын болса, онда сызықтық теңдеуді шығарады. Сызықтық теңдеуді қалай шығарамыз? Ол ax қосылған b тең 0 түрінде болады. Бұны шығару үшін біз не істейміз? ax тең b-ны артына өткізіп жібереміз. Минус болады. X тең минус b бөлінген a. Ең қарапайымдысы. Бұны біз бастауыштан білеміз. Мысалы, 5 көбейтілген x қосылған 10 тең 0 болатын болса, 5x тең минус 10, x тең минус 2. Осы түрде шығарылады. Қарайық. Екінші түрі. Айнымалымыз бізден екінші дәрежелі болатын болса, дәрежесі екіге тең. Бұны не дейді? Квадраттық теңдеу. Квадраттық теңдеу. Квадраттық теңдеу бізде қандай түрі болады? ax квадрат ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 түрде болады. Енді біз қазірше сендермен бұның толымсыз жағдайын қарастырайық. Толымсыз жағдайы. Толымсыз жағдайы. Ол бізде с-мыз 0-ге тең болсын. С 0-ге тең болатын болса, онда бізде келесі түрдегі теңдеу шығады. ax квадрат қосылған bx тең 0. Осыны қалай қарасында? X-ті жақша сыртына шығарамыз. Сонда ax қосылған b тең 0. X бірінші бізде 0-ге тең. X екінші, мынау бізде сызықтық теңдеу. Сызықты теңдеу. Бұда бізде x неге тең болады? Минус b бөлінген a. Мысалы, үш x квадрат айтылған 9x тең 0 болатын болса, біз не істейміз? 3x-ті сыртына шығарамыз. Сонда не болады? X азайтылған 3 тең 0. Осыдан біз x тең 0, x тең 3. Тең 0 және x тең 3 түбірі шықты. Ары қарай, бізде келесі b 0-ге тең болған жағдайды қарастырайық. Онда ax квадрат қосылған с тең 0 болады. Бұны қалай қарастырайық? С-ны теңдіктің ар жағына өткіземіз. ax квадрат тең минус с, x квадрат тең минус с бөлінген a. Егер минус с бөлінген a-мыз 0-ден үлкен болса, онда x-мыз түбір асты минус с бөлінген a. Минус болады. Егер де бізде минус с бөлінген a-мыз 0-ден кіші болса, онда шешімі жоқ. Шешімі жоқ.
осылай шығады. Мысалы, мысал ретінде қарасты 9х квадрат азайтылған 25 тең 0. Мынаны былай ары өткізетін болса, 9х квадрат тең 25, осыдан х квадрат тең 25 бөлінген 9, осыдан шығатыны х тең плюс минус 5 бөлінген 3. Осындай. Мынау бірінші. Екінші, егер бізде х квадрат қосылған 16 тең 0 болатын болса, х квадрат тең мынаны ары өткізетін болса, минус 16. Мына бізде 0-ден кіші болғандықтан, оның шешімі жоқ. Осы түсінікті ме сіздерге? Так, ары қарай кеттік. Енді толымды түрді қалай шығарасыңдар? Толымды. Ол I квадрат қосылған bx қосылған s тең 0. Бұның бірінші өздерің білетіндей дискриминант деп шығарасыңдар. Келесі екіншісі вет. Үшіншісі коэффициенттер теоремасы. Қазір соны көрсетеміз. Дискриминантты білесіңдер, бұны айтпай қойын, иә? Бетті білесіңдер. Енді коэффициент теоремасын оқытайық. Бұл біздің идея. Егер бізде ax квадрат қосылған bx қосылған s тең 0 болатын болса, онда біз a, b, c қараймыз. A қосылған b қосылған s бірге тең болатын болса, осылай егер байқап қарасақ, онда бізде бірден жазасыңдар. Бірінші түбірі бізде бірге тең, екінші түбірі бізде с бөлінген a-ға тең. Осындай нәрсені байқадық. Екінші, егер бізде a азайтылған b қосылған s бірге тең болатын болса, онда бірінші түбірі минус бірге тең болады, екінші түбірі минус с бөлінген a-ға тең болады. Енді мысал қарастырайық. Қарасаңдар, a-мыз 4-ке тең, b-мыз минус 2-ке тең, с 1-ке тең. Мынаның қосындысын қарастырайық. 4 плюс минус 5 қосылған 1. Бізде 0-ге тең болды. Яғни мынау орындалып тұр. Онда жазамыз. Бірінші түбірі x1-міз 1-ге тең болады, және x2 с бөлінген a. 4-1. Мындай түрде бірден анықтауға болады. Ары қарай, екінші. Үш х квадрат қосылған 5х қосылған 2. Мұндағы a-мыз 3-ке тең, b-мыз 5-ке тең, с 2-ке тең. Енді мынаны тексеріп көрейік. Мынау a қосу, b қосу, с 0-ге тең болмайды, орындалмайды. Оны бірден көруге болады, 10 болады. Енді мынаны қарастырып көрейік. a азайтылған b қосылған с. 3 азайтылған 5 қосылған 2. Не болады? 0 болады. Немесе былай қарастырсаңдар болады. b ол a және s-ның екеуінің қосындысына тең. Яғни бізде b ол мына екеуінің қосындысына тең.
Онда мына орындалды. Бірінші түбіріміз минус 1-ге тең болады. Екінші түбіріміз бізде минус с бөлінген а, минус 3-тен 2. Осылай табылды. Түсінікті ме? Мынау бізде қалай аталады? Коэффициенттер. Біз төменгі дәрежелі теңдеулерді қарастырдық. Бүтін рационал теңдеулерді. Келесі бізде енді жоғарғы дәрежелі. Бүтін рационал теңдеулер. Жоғарғы дәреже. Жоғарғы дәрежеміз бізде дәрежесі 3-тен жоғары, 3, 4, 5. Онда шығарамыз. Мынандай есепті қараңдар. 3х4 қосылған 6х куб минус тең 9х квадрат. Енді бұл жерден біз жақшаның сыртына төменгі дәрежелі санды шығарамыз. Ең төменгі дәрежелі x-тің квадраты. Және тағы 3 деген коэффициент шығарсақ болады. 3х квадратты қашасына шығарайық. X квадрат қосылған 2х азайтылған 3 тең 0. Осыдан x бізде бірінші, екінші түрлері 0-ге тең. Ал себебі 0-ге тең. Былай жазайық. X квадрат 0-ге тең. Екінші ол x квадрат қосылған 2х азайтылған 3 тең 0. Бұндағы қарап отырсаңдар, түбірлері бірінші бірі 1-ге тең, а қосылған 1 қосылған с 0-ге тең болады. Бірінші түбірі 1-ге тең, екінші түбірі минус с бөлінген а, минус 3-ге тең. Сонда мынау бірінші, екінші, үшінші, төртінші түрлері осылай табылады. Қарай. Келесі. Ендігі кезекте бізде b квадратты теңдеу. Мұнда қарап отырсаңыз, біз x-тің 4 дәрежесін x квадраттың квадраты деп жазсақ болады. X квадрат қосылған 36 тең 0. Енді бұл жерден біз жаңа айнымалы енгіземіз. Жаңа айнымалы x квадрат тең т. Сонда мынау т квадрат азайтылған 13-ті қосылған 36 тең 0. Бұндағы 1 және 2. Де теоремасының қарап көрейік. Бізде түбірлердің көбейтіндісі 36, және бұл жерде 9 және 4. 9 және 4. Екеуінің қосындысы түбірлерінің 13 болуы көбейтіндісі 36-ға тең. 9 және 4. Енді мынаны орнына қоямыз. X квадрат тең 9. Бұдан x тең плюс минус 3. X квадрат тең 4. X тең плюс минус 2. Осы түрде жоғарғы дәрежелі бүтін рационал теңдеулер осы түрде шығарылады. Жаңа айнымалы енгізу. Енді бұған ұқсас дәл осындай біз x-тің 6-шы дәрежелі түрлерін тапсақ болады. Дәл осылай жазамыз. Осылай есеп болатын болса, біз x-тің т деп белгілейтін болса,
соған сәйкес бізде x-ның 6 дәрежесі бұл p квадрат болады. Түсінікті ғой. Дәл осы сияқты шығарады. Оған енді уақыт ұтпай қоямыз. Ары қарай кеттік. Енді бізде бүтін рационал теңдеу және бөлшек рационал теңдеуге тоқталайық. Бүтін рационал теңдеу және бөлшек рационал. Бұны қалай шығарамыз? Бүтін рационал теңдеу дегеніміз x алымында айнымалы әрқашан алымында тұратын болса. X алымында болады. Яғни бұны x тең 0 деп белгілейміз. Бізде айнымалысы алымында болады. Енді бөлшек рационал теңдеу дегеніміз бұл x бізде бөлімінде болады. Бөлімінде де болады. Ол p от x бөлінген q от x тең 0 деп шығарылады. Қалай шығарамыз? Бүтін рационал теңдеу түсінікті, енді бөлшек рационал теңдеуді қалай шығарамыз? Бөлшек рационал теңдеуді қалай шығарамыз? Ол p от x бөлінген q от x түрінде болады. Тең 0. Ең бірінші жасайтынымыз анықтау облысын қарастырамыз. Анықтау облысы бізде саны 0-ге бөлініп болмайды, яғни бөлімі бізде 0-ге тең болмау керек. Q от x бізде тең емес 0 деп қарастырамыз. Осыда біз x2 деген түбірлерін қараймыз. Осыда бізде 0-ге тең болмау керек. Так, q от x анықталуын қарастырып, енді мынауымызға қажет емес. P от x тең 0 деп осы шығарамыз. Осыдан бізде x1, x2, x3 x5, x6 жазылмайды, тең болды дейік. Сонда бізде бірінші, екінші деген сияқты түрлері бізде анықталу облысы бойынша анықталу облысына тиісті болмайды. Мынаны алу болмайды бізде. Сонда жауабы біз қалған түрлерін қарастырамыз. Мысал келтірейік. Мысал. Мынау бізде бөлшек рационал теңдеу берілді. Бұны қалай шығарамыз? Ең бірінші анықталу облысын қарастырайық. X квадрат азайтылған 8x қосылған 16 бізге 0-ге тең болмау керек. Яғни бұл x азайтылған 4-тің квадраты болады. И тең емес 4-ке. Анықталу облысын қарастырдық. Екіншісі біз алымын 0-ге теңесін шығарамыз. X тең 0. X квадрат минус x азайтылған 2 тең 0. Осыдан x1, 2-міз бізде неге тең? Диет бойынша мына көбейтіндісі минус 12 қосындысы 1.
4 және минус 3-ке тең болады екен. Түбірлері. Сонда x тең 4, x тең минус 3. Енді қарап отырсаңыз, мынау анықталу облысы бойынша мынаның түбірін алуға болмайды. Сонда жауабы x тең минус 3 болады. Осы түсінікті ме? Мені қалай естіліп жатыр ма? Дұрыс естілмей жатыр ма? Қарайық, келесі есеп бізден. Енді біз бүтін рационал теңдеулерді шығардық. Енді ұбт-да бізде мынандай. ұбт-да бізде теңдеулерге 4-5 есеп кездеседі. ұбт-да осы теңдеулер тақырыбына 4-5 есеп кездеседі. Соның яғни теңдеулері бар, теңсіздіктер бар. Түсінікті ғой. Соған байланысты біз осыны жаңағы біздің бүтін рационал, бөлшек рационал теңдеу құрамында. Сол бізде 70% соған кездеседі. Бір есеп 20% бұл бізде иррационалға келеді. Сол иррационалды қарастырып жүрейік. Иррационал теңдеу. Иррационал теңдеуде бізде бұл айнымалы x түбірде болса. Так. Так, интернет кішкене дұрысталды ғой деп білемін. Мынандай есеп келсін. Мынандай есеп кездестірдік. Сонда біз мынандай есепте бірінші анықталу облысын қарастырамыз. Анықталу облысы бізде түбір қандай? 0-ден үлкен болу керек. Яғни 3x азайтылған 7 үлкен немесе тең 0-дан болу керек. Осыдан 3x үлкен немесе тең 7-ден x үлкен немесе тең 7 бөлінген 3-тен. Анықталу облысын қарастырдық. Енді жаңа айнымалы енгіземіз. Түбір астында 3x азайтылған 7-ні т деп белгілеп қойдық. Жаңа айнымалы. Т қосылған 4 бөлінген т тең 4. Бұл жерде т-мыз 0-ге тең емес. Т-дан білеміз. Сонда т квадрат азайтылған 4т қосылған 4 тең 0. Мынау бізде т азайтылған 2-нің квадраты тең 0. Осыдан бізде т-мыз 2-ге тең. Мынаны таптық. Енді бұны т-ның орнына қоямыз. Түбір астында 3x азайтылған 7 тең 2. Енді бұны квадраттаймыз 2 жағын. Сонда 3x азайтылған 7 тең 4. 3x тең 11. X тең 11 бөлінген 3. Мынау бізде анықталу облысы бойынша кіріп тұр, иә? 7 бөлінген 3-тен үлкен болу керек. Мынау үлкен сан. Яғни жауабы бізде x тең 11 бөлінген 3 болады екен. Түсінікті ме? Келесі енді теңсіздіктерді қарастырып жүрейік. Теңсіздіктер.
теңсіздік. Бірінші, сызықтық теңсіздік. Сызықты теңсіздік. Бұны қалай шығарамыз? Ол әдетте AX қосылған B үлкен нөлден, немесе кіші нөлден үлкен немесе тең, кіші немесе тең түрінде болады. Бұны жаңағы теңдеу сияқты дәл солай шығарамыз, бірақ теңнің орнында теңсіздік тұрады. Былай қарай алып барамыз. AX үлкен минус B-дан X үлкен минус B бөлген A. Осындай түрде болады. Мысал, үш X қосылған 9 үлкен 0-дан болатын болса, 3X үлкен минус 9-дан X үлкен минус 3-тен. Сонда біз координаталық сәулені сызамыз. Бұл жердегі минус 3 нүктесі, одан үлкен десе, біз оң жағындағы андарды боямыз. Сонда жауабы минус 3-тен плюс шексіздікке дейін деп табамыз. Осындай түрде болады. Келесі. Егер бізде минус 4x мынандай түрде болсын дейді. Егер x-тің алдында теріс сан болатын болса, минус 4x үлкен, мынаны былай қарай алып барсаңдар, теңсіздіктің ар жағында минус 12 болады. Енді бізде x-тің алдында минус тұр. Сол себепті біз минус 1-ге көбейтеміз. Барлығын көбейтеміз. Мынаны минус 1-ге көбейтеміз. Мынаны минус 1-ге көбейтеміз. Және теңсіздікті де минус 1-ге көбейтеміз. Осыны жаттап алыңдар. Минус 4x-ті минус 1-ге көбейтетін болсаңдар, 4x шығады. Минус 12 шығады. Ал теңсіздік минусқа көбейткен кезде ауысады. Қарама-қарсы. 4x кіші 12-ден, x-іміз кіші 3-тен. 3 деген нүкте болса, ол сол жағында. Минус шексіздіктен 3-ке дейін. Осындай түрде шығарасыздар. Ары қарай, енді квадраттық. Квадраттық теңсіздіктер. Мысалы, үлкен нөлден болды. Бұл түбірлерін табамыз. Бұны есептейтін болсақ, түбірлері қандай болады? Биет теоремасын қолданатын болсаңдар. Биет теоремасын егер білмейтін болсаңдар, осыны жақсылап үйретеміз курста. Бұны дискриминантпен емес, биет теоремасымен бірден оңай табуға үйретеміз. Қарап отырсаңдар, бұның с6 дегеніміз түбірлерінің көбейтіндісі 6-ға тең, қосындысы 5-ге тең. Яғни 3 және 2 сонда. Мынау бізде квадраттық теңсіздігіміз x азайтылған 3, x азайтылған 2 үлкен 0-ден түрінде болады. Енді бұны шығарудың екі әдісі бар. Бірінші әдісі ол дельфин шағала, яғни параболаға байланысты. Дельфин шағала. Екіншісі бұл интервалдар әдісі. Интервалдар әдісі. Бұл да курста үйретіледі. Интервалдар әдісімен қалай шығаруға болатын. Енді біз бірінші тәсілді қолдана салайық. Бұл жерде 2 және 3. Мынау бізде квадраттық теңсіздік. Бұндағы бұл дельфин немесе шағала деген бар. Бұл жердегі бұл шағаланың суретін саламыз. Шағаланың суретін саламыз. Соның бізде үлкен 0-ден болса, біз қанаттарын аламыз. Қанаттары үлкен 0-ден болады. Ал егер кіші 0-ден десе, онда біз денесін аламыз. Сонда біздің жауабымыз
минус шексіздіктен 2-ге дейін бірігуі 3-тен 3 шексіздікке дейін. Так, енді жақсы, осымен әзірше теориямызды осымен бітіріп, енді есепке көшейік, есеп шығаруға көшейік. Енді мен сендерге қазір осы жолғы теңдеулер, теңсіздіктер тақырыбына осы жолғы ұбт-ның есептерін дайындап қойдым. Бірінші есеп. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Модуль x кіші немесе тең 2,5. Бұны қалай шығарамыз? X кіші немесе тең 2,5 деп аламыз. Үлкен немесе тең минус 2,5. Сонда бізде минус 2,5 және 2,5 кесіндісі болады. Мына кесіндіде орналасады. Жауабымыз Е. Суретін салатын болсақ, ол мынадай түрде болады. Минус 2,5 және 2,5. Осының арасы. Так, мына есеп түсінікті ме? Оңай есеп. Келесі. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Бізде 3x қосылған 1 бөлінген x азайтылған 5 үлкен 0-ден және логарифм 5 негізді 4x үлкен неместен 1-ден. Бұл жерден қалай шығарсақ болады? Енді бұнаны біз қазір үйретем. Мынау бізде бөлшек рационал теңсіздік. Бөлшек рационал теңсіздік. Мынау бізде логарифм. Енді бұны бірден шығарып қояйық. Логарифм 5 негізді 4x үлкен неместен логарифм 5 негізді 5. Осыдан негіздері тең болса логарифм функцияларын, логарифмдарын теңестіре саламыз. 4x үлкен неместен 5, x үлкен неместен 5 бөлінген 4. 5 бөлінген 4. Оны 1,4-тен 1 деп жазып қояйық. Ары қарай. Енді мынау бізде бөлшек рационал теңсіздікті қалай шығарасыңдар? Ең алдымен анықталу болсын қарастырайық. Мұнда x азайтылған 5 тең емес 0-ге. Яғни x-іміз 5-ке тең болмау керек. Және біз мынауымыз бізде p от x болады. Мынауымыз бізде q от x. Осы екеуінің көбейтіндісін біз p от x көбейтілген q от x үлкен 0-ден енді қарастырамыз. Яғни 3x қосылған 1, x азайтылған 5 үлкен 0-ден теңсіздігін қарастырамыз. Мына жерде 5 және минус 3-тен 1. Және 5 нүктені. Қайтадан бағанағы шағала болады бізде қанаттары. Сонда мұның жауабы минус шексіздіктен минус 3-тен 1-ге дейін бірігуі 5-тен плюс шексіздікке дейін. Мына екеуінің және мына x үлкен еместен 1,4-тен 1 жауабын бірге алатын болсақ, мына жерде бізде 1,4-тен 1. Осыдан үлкен. Екеуінің қиылысқан жері қайсысы? Қиылысқан жері ол мына жақ. Сонда жауабы бізде 5-тен плюс шексіздікке дейін болады. Д жауабы. Келесі. Теңдеуді шешіңдер дейді. Модуль. Бұны қалай шығарамыз? Модуль
ішінде модуль x азайтылған 1 қосылған 2 тең 3. Енді модульдің қасиеті бойынша біз екі жағдайды қарастырамыз. Мына модульді алып тастаймыз. Сыртындағы ең бірінші модульді алып тастаймыз. Сонда x азайтылған 1 қосылған 2 ол 3-ке тең болуы мүмкін, немесе минус 3-ке тең болуы мүмкін. Осыны шығарайық. Мынаны былай алып барамыз. Модуль x минус 1 тең 1. Мына жерде тең минус 5. Модульдің қасиеті бойынша бізде теріс сан шықпайды, модульдан. Яғни мынаның шешімі жоқ бізде. Себебі мынау теріс сан шықты. Мынаның шешімі жоқ. Мынаның шешімі бар. Енді бұны қайтадан екі жағдайын қарастырамыз. X азайтылған 1 тең 1. X азайтылған 1 тең минус 1. Осыдан x тең 2 шығады. Бірінші шешімі x тең 0 шығады. Екінші түрі. Бұнда 2 және 0. Е жауап. Тексеріп көрейік. 2 азайтылған 1, 1 қосылған 2, 3, модуль 3, 3-ке тең. Мына орындалады екен. 0 азайтылған 1, минус 1, минус 1-ден модульден 1 шығады, 1 қосу 2, 3. Модуль 3-тен 3 шығады. Мына орындалады. Келесі, теңсіздіктің бүтін шешімдерін қосындысын табыңыздар дейді. Мынау енді біздегі интервалдар әдісі. Түбірлерін координаталық сәулеге кескіндейік. Минус 4, 2 және 5. Араларын интервалға бөлеміз. Енді минус шексіздіктен минус 4-ке дейінгі кез келген бір санды алайық. Мысалға минус 100. Енді орнына қойып есептейміз, таңбаларын есептейміз. Минус 100 қосылған 4, оның квадраты 10 сан шығады. Мынау бізде теріс сан шығады. Мынау кубы, мынау да теріс сан шығады. Сонда мынау бізде плюс болады. Келесі, егер де мынау жұп дәреже болатын болса, мынау таңба сақталады. Плюс болып қала береді. Келесі, тақ болатын болса, мынау тақ дәреже. Мынау ауысады, минусқа. Келесі де тақ, бұл ауысады, плюс. Сонда бізде кіші 0-ден десе, біз минус жағын қарастырамыз. Сонда біздің жауабымыз мына аралықта жату керек. Мұндағы бүтін шешімдер қандай? 2-ні алуға болмайды, себебі қатаң. 3, 4. Және 5-ті алуға болмайды. Сонда 2 бүтін шешімі бар. Солардың қосындысы бізде неге тең? 7-ге тең болады. А жауабы. Мынау түсінікті ме? Енді мына келесі теңдеуді шығарайық. Бізде, яғни x-іміз 0-ге тең болмау керек, анықтау облысы бойынша, және x-іміз минус 4-ке тең болмау керек. Енді пропорциямен шығарайық. Мына екеуін көбейтіндісі және мына екеуін көбейтіндісі. X азайтылған 4 көбейтілген x қосылған 4 тең x көбейтілген 2x қосылған 10. Мынау бізде x квадрат азайтылған 16. Мынау бізде 2x квадрат қосылған 10x. Мынаны былай қарай алып баратын болсақ, 2x квадрат қосылған 10x, мына x минус x квадрат плюс 16 тең 0. 2x квадраттан x квадраттан алсаңдар x квадрат болады. Плюс 10x қосылған 16 тең 0. Енді x бірінші және екінші түбірлерін қарастырайық. 16 дегеніміз 8 және 2 сандарының көбейтіндісі.
8 2 16. Мынау бізде қосындысы минус 10-ға тең болу керек. Сол себепті мынаның түбірлері минус 8 және минус 2. Қарастырайық. 0-ге тең болмайды. 0 жоқ. Бізде минус 4 жоқ. Анықталу облысына, яғни қатысы жоқ. Сонда жауабы минус 8, минус 2. А жауабы. Келесі теңсіздікті қарастырайық. Так. Мынау x квадрат азайтылған 25 дегеніміз. X азайтылған 5. X қосылған 5. Кіші 0-ден. Так, мынауымыз минус 5 және 5. Мынауымыз шағала және минус болса денесін аламыз. Мына аралықта жату керек дейміз. Біріншісі. Так, енді екіншісін табайық. 5x квадрат азайтылған 16, x қосылған 3 бөлінген 2x квадрат қосылған x азайтылған 6 кіші немесе тең 0-ден. Бұл есепті қалай шығарамыз? Жаңағыдай, бірінші анықтау облысын қарастырамыз. Бірінші анықтау облысы бізде 2x квадрат қосылған x минус 6 0-ге тең болмау керек. Сондағы бұның түбірлерін қарайық. Так, мен мынаны 2-ге көбейтем. Сонда мынауымыз не болады? Т квадрат қосылған Т азайтылған 12 тең емес 0. Сонда Т1 2-міз бізде минус 4 және 3 нүктелері көбейтіндісі минус 12, қосындысы минус 1. Енді бұны 2-ге бөлеміз. Сонда x біріншісі бізде минус 2 шығады. Екіншісі 3 бөлген 2 шығады. Осыған тең болмау керек. Енді келесі. Мынаны шығарайық. Так, мынауымыз p от x көбейтілген q от x. Мынаның түбірлерін тауайықшы. 5x квадрат минус 16x қосылған 3 тең 0 деп, бұның түбірлерін іздейік. 5-ге көбейтем. Т квадрат минус 16t қосылған 15 тең 0. Т1 2 бізде 15 және 1. Оны 5-ке бөлеміз. Сонда бізде 3 және 5-тен 1 шығады. Жақсы. Таптық. Мынауымыз бізде x азайтылған 3, x азайтылған 5-тен 1. Мынауымыз x қосу 2, x азайтылған 3 бөлінген 2. Осының барлығы бізде кіші немесе тең 0-ден болу керек. Енді осыны жаңағы интервалдар әдісімен табайық. Мына жерде минус 2 бар. Мына жерде 3, минус 2, 3, 5-тен 1, және 3 бөлінген 2. Мына жерде 5-тен 1, 5-тен 1, және 3 бөлінген 2. Осыны алайық. Енді 0-ге тең еместер мынау және мынау. Минус 2. Мыналар боялады. Қатаң емес болғандықтан мынау тең боялады. Енді мынаның интервалдар әдісіне салайық. Минус 100 алсақ. Минус, 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 плюс. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Кіші түбірлері бізде. Так, енді бағана бірінші жауапты мынаған қосайық. Бізде мына жерде минус 5 жатыр. Мына жерде
5 жатыр. Осы екеуінің арасы. Және мынау бізде кіші немес тең, мынау жақ және мынау жақ. Сонда жауабы бізде минус 2-ден 5-тен 1-ге дейін тік жақша бірігуі 3 бөлінген 2 және 3. С жауабы, иә? 0,2 дегеніміз 5-тен 1 жарым және 3 бөлінген 2. Осылай шығады екен. Нәйсе. Ары қарай. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Мынау соған ұқсас. Бұл жерден x үлкен неместен минус 6. Мынау дайын тұр. Енді мынаны шығарамыз. Бірінші. Анықталу облысы бізде x тең емес 0-ге. Мынаның түбірлерін табайық. X квадрат азайтылған 3x азайтылған 28 тең 0 деп түбірлерін табалайық. Мынау 7 және 4. Значит, мынау көбейтіндісі минус 28 болса, мынау минус болады, минусы 3 болады. Жақсы. Түбірлерін таптық. 7 және минус 4. Енді мына аралықты қарастырамыз. X азайтылған 7, X қосылған 4 және X. Бағана айттым ғой, P ат X және Q ат X кіші 0-ден деп қарастырамыз. Екен көбейтіндісі. Мынау екеуі және көбейтілген бөлімінде. Бұл кіші 0-ден. Мұндағы бізде минус 4, 0 және 7. Минус 4, 0, 7. Осыны аралықтарын қарастырамыз. Интервалдар әдісіне. Минус 100, минус, 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 плюс, минус, плюс. Кіші дегеніміз бізде мынау аралық және мынау аралық. Тағы бізде енді мынау минус 6 дегеніміз мына жерде бар. Минус 6. Одан үлкен. Сонда қиылысқан жерлері мынау және мынау. Жауабы минус 6-дан минус 4-ке дейін бірігуі 0-ден 7-ге дейін. Д жауабы. Мынау түсінікті ме сендерге? Жақсы, ары қарай. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Түбірасты x үлкен минус 2019. Яғни бізде x-іміз анықталу облысы бойынша x үлкен еместен 0-ден болу керек. X-іміз үлкен еместен 0-ден болу керек. Болды. Мынадан анықталу облысы сол. Ары қарай. Мынаны шығарайық. 4x азайтылған 7 бөлінген 5 азайтылған 3 кіші x-тен. Енді мынаның барлығын 5-ке көбейтем. Мынаны 5-ке көбейтем. Мынаны 5-ке көбейтем. Екеуі қысқарады. 4x азайтылған 7 азайтылған 15 кіші 5x-тен деп жазамын. Мына жерде 4x азайтылған 22 кіші 5x-тен. Мынаны былай қарай көремін. Минус 22 кіші 5x азайтылған 4x, яғни x қана. X үлкен минус 22 демейді. Мынауымыз бірінші теңсіздігіміз мынаған тең, екінші теңсіздігіміз мынаған тең. Сонда не болады? Минус 22-ден үлкен дейді. Бұлай қарай кету керек, және бізде мына жерде 0-ден үлкен дейді. Екеуінің қиылысқан жері ол ішкісі.
Жауабы бізде не болады? 0-ден 3 жетістікке дейін болады. Яғни қарасаңдар, теріс сандар болмау керек қой, мына бірінші бойынша. Теріс санды алуға болмайды, яғни мынау мүлдем болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды. Екі жауап. Сол екі жауаптың бізде Б-сы болады. Так, келесі 22-ші есеп. Ол мынандай түрде келді. X-тің минус 2 бөлінген 3 дәрежесі 0,04-ке тең. Теңдеудің түбірін анықтаңыздар. Енді мен не істеймін? Мынаны минус 2 бөлінген 3 тең, мынау 0,04 дегеніміз 0,2-ның квадраты деп жазып қойдым. Ары қарай. Енді мен мынаны көбейту керекпін. Минус керісіне көбейтемін, иә? Керісіне. Минус 3 бөлінген 2-ның керісі бұл не болады? Минус 2-ден 3, иә? Минус 2-ден 3-ке көбейту керекпін. Минус 3 бөлінген 2-ге көбейту керекпін. Екі жағында. Минус 3 бөлінген 2-ге көбейтем. Сонда не шығады? Мыналар бір-бірінен қысқарады да, минус пен минус плюс болады. Просто x қана қалады. Ал мынау не болады? 2 мен 2 қысқарады да, 0,2-ның минус 3 дәрежесі. Яғни бұл дегеніміз 0,2 дегеніміз ол 5-тен 1. 5-тен 1-ның минус 3 дәрежесі, немесе 5-тің минус 1 дәрежесі, және ол минус 3 дәрежесі. Яғни 2 минус көбейтіледі, 5-тің 3 дәрежесі саналады. Ол 125. Жауабы 125. Немесе 250 бөлінген 2. Осылай шығара бересіздер. Осы түсінікті ме? Жігіттер, қыздар. Так, бізде Айсұлу және Шуат қана жазып отыр. Қалғандар үндемей отыр екен. Так, жарайды. Онда осымен біздің уақытымызда таяп қалды. Жалпы қалай, сабақ түсінікті болды ма? Теңдеулер жазып үлгермей жатыр дейді. Повторы сақталады. Повторын асықпай көріп қайталасаңдар болады. Жақсы ма? Повторын көресіңдер, есептерін шығарып қайтадан қарайсыңдар. Мынау осы жылғы ОБТ-ның есептері, свежий дейді ғой, орысша, иә? Свежий есептер сендерге. Теңдеу тақырыбы не себепті алдым? Себебі бұл өте маңызды. Теңдеулер, теңсіздіктер бір нұсқада 5-6 есеп кездеседі. Жақсы ма? Ол кәдімгі теңдеулер болады, теңсіздік болады, одан кейін логарифмға байланысты, тригонометриялық, соған байланысты теңдеулер. Құрамында жай ғана теңдеу ғана логарифм немесе тригонометриялық болуы мүмкін, және теңсіздіктер кездеседі. Сонда сендер теңдеу және теңсіздікті өте жақсы түсініп алатын болсаңдар, 5-6 есепті шығарасыңдар, иә? 6-7 ұпай, кейбір есептер 2 ұпайдан дегеннің өзінде, сонда сендер 40 ұпайдың 9-10 ұпайы осы теңдеулер тақырыбына келеді екен. Жақсы ма? Ең маңызды тақырып. Теңдеулер, теңсіздіктер. Жақсы, онда сендерге рахмет. Курсқа жазылыңдар. Бұнда барлық осы тақырыптардың бәрін түсіндіреміз. Балдарыңды 15, яғни 15-20 балға дейін көтеріп алсаңдар болады. Бұл тек бір айдың ішінде ғана. Қазіргі алып жүрген балдарыңа
кемінде 10 балл қосып алсаңдар болады. Жақсы, онда сау болыңдар, бәріне сәттілік.